Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі онлайн сабағымыз 6 сыныптың информатика пәнінен гиперсілтемелер тақырыбына арналатын болады. Сабағымыздың мақсаты сілтемелерді ұйымдастыру. Сабағымыздың мақсатына жету үшін сабақ барысында біз не үшін гиперсілтемені қолданамыз, гиперсілтемені қалай ұйымдастыруға болады, гиперсілтемені құру үшін қандай әрекеттер орындау қажет деген сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Не үшін гиперсілтемені қолданамыз? Құжаттың көлемі үлкейген сайын оның ішінен қажетті ақпаратты тез тауып алу мәселесі қиындайды. Қажетті бөлімге жылдам өтіп, оның қатесіне түзету енгізуге көп уақыт кетеді. Word мәтіндік редакторында осындай мәселені шешу үшін гиперсілтеме қолданылады. Гиперсілтеме құжаттың өзіндегі әріп, сөз, сөйлем, абзац немесе графикалық объектілерінің біріне, немесе жергілікті дискіде, компьютерлік желіде файл, бума, қосымша, веб-беттерге сілтеме беретін гипермәтінді құжаттың бөлігі. Құрылымы гиперсілтемелер көмегімен құрастырылған құжаттар мәтіні гипермәтін деп аталады. Гиперсілтемені қалай ұйымдастыруға болады? Сілтеме қою электрондық мәтіндер мен құжаттарда оңай жүзеге асады. Word'та гиперсілтемені іске қосу үшін гиперсілтеме бергіміз келетін әріп, сөз, сөйлем, абзац немесе графикалық объектілердің бірін ерекшелеп алып, ставка, кірістіру, гиперссылка командаларын орындаймыз. Бұл бірінші тәсілі. Екінші тәсілі тінтуірдің оң жағын басып, жанама мәзірді шақырып, гиперсілтеме ішкі мәзірін таңдау. Осы командаларды орындағанда ставка гиперссылки, яғни гиперсілтемелерді кірістіру сұхбат терезесі пайда болады. Гиперсілтемені құжатқа кіріктірудің немесе құжатпен байланыстырудың 4 түрі бар. Бірінші түрі ерекшеленген объектіні сыртқы файл немесе веб-бетпен байланыстыру. Екінші түрі ерекшеленген объектіні құжат ішіндегі екінші бір орынмен байланыстыру. Үшінші түрі ерекшеленген объектіні жаңадан құрылатын жаңа құжатпен байланыстыру. Төртінші түрі ерекшеленген объектіні электрондық почтамен байланыстыру. Енді осы айтып өткен ақпаратымызды практикалық түрде машықтан көрейік. Алдымен сіздерге үй тапсырмасын беріп алайын. Оқулықтың 144 бетіндегі номер 4 тапсырма берілген кестені дәптерде орындаймыз. Сол беттегі 144 беттегі номер 5 тапсырма үйде осы айтылған ақпаратты оқулықты басшылыққа ала отырып, өздеріңіздің компьютеріңізде берілген тапсырма бойынша, алгоритм бойынша үйде машықтанып көріңіздер. Енді осыны практикалық жүзде машықтанып көрейік. Ол үшін Word мәтіндік редактордың терезесін ашамыз. Алдымен мен сіздерге бұл жерге мәтінді дайындап қойғанмын. Енді алдында мен айтып өткендей, гиперсілтеме қоятын мәтінімізді, ғылыми жобалар деген мәтінді ерекшелеп аламыз. Ставка, гиперссылка батырмасын басамыз. Яғни гиперссылка сілтеме қою терезесі ашылады. Текст, яғни мәтін, гиперсілтеме қоятын мәтінімізді жазамыз ғылыми жобалар деп. Бірінші түрімен, яғни біз бетпен байланыстырамыз. Адрес жолына байланыстыратын веб-бетіміздің адресін енгіземіз. Окей, растау батырмасын басамыз. Яғни біздің гиперсілтеме жасаған мәтініміз ерекше көк түске боялды. Енді соның үстіне бассаңыз, Ctrl пернесін ашу, баса тұрып шерту арқылы веб-бетке өтуге болады. Қажетті веб-бетке орындап көрейік.
яғни біз байланыстырған веб-бет ашылды, ғылыми жобалар тақырыбына арналған. Осымен сабағымыз аяқталды. Оқушылар, сау болыңыздар.